саулық, елімнің денсаулығы үшін бұл саулық. Саулық тайм, елімнің денсаулығы үшін. Қолыңызды көтеріңіздерші. Кез келген уақытта жұмысқа кірісуге дайындар, фастфудты ұнатпайтындар, тек сау және пайдалы тағамдарды жейтіндер, таңертең престі жаттықтыратын және кез келген әлеуметтік желіде жоқтар. Бұл сіз емессіз бе? Өкінішке орай мен де емеспін. Бірақ біз мұндай сұрақты естіген бойда қолы көтерілетіндердің бірі болуға көмектесетін құпияны білеміз. Сәлем достар, армысыздар, ассалаумағалейкум құрметті біздің тыңдарман. Сіздермен бірге Бақыт Лайф арнасында саулық тайм рубрикасы. Қош келдіңіздер. Бізге тіркелмеген болсаңыздар, достар, тіркеліңіздер. Лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Әрине, біздің бұл бағдарламаларыңызбен, жақындарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Тағы да біз басқа желілерде бар екенімізді ұмытпаңыздар. Бүгін біз ерік жігер туралы сөйлесетін боламыз. Енді ерік күшті қалай нығайтуға болады деп айтуға болады тағы да. Бұл біздің бұлшықеттер сияқты. Оны неғұрлым көп жаттықтырсаңыз, соғұрлым ол күшейеді. Тек қана табысқа жету үшін мидың физиологиялық қажеттіліктерін және белгілі бір психологиялық принциптерді есте сақтау қажет. Бүгін біз сізге олар туралы айтып береміз. Сонымен қатар күшті ерік жігерді иесі болуға не көмектесетіні туралы бірнеше практикалық кеңестер береміз. Мүмкін мидың қажеттіліктерін есте сақтау маңызды екені бастайық. Миға толыққанды жұмыс істеу үшін қажетті ештеңе жетіспейтін болса, біздің санамыз шешім қабылдайды. Және оларды жақсырақ ұстанады. Бірақ біздің миымызға не қажет? Естеріңізде болса, бұл туралы өткен бағдарламаларымыздың бірінде айтқан болатынбыз. Біздің миымыз үнемі оттегі мен глюкозамен қамтамасыз етілу керек. Ол сондай-ақ физикалық, химиялық және микробиологиялық әсерлерден қорғауды қажет етеді. Ми үшін жеткілікті демалу да өте маңызды. Сонымен қатар, қанда, алкоголь мен басқа психоактивті заттардың болмау маңызды, және әрине ми үшін басқа да пайдалы әдеттер маңызды. Тамақтың сапасымен қатар, оның мөлшері көңіл күйге, ақыл-ой белсенділігіне, ерік күшке де әсер етеді. Мәселе мынада: артық тамақтану ми қызметінің баяуына және нашарлауына келеді. Толық тамақтан кейін қан асқазанға және басқа ас қорыту мүшелеріне түседі. Бұл әрине ми қан айналымына нашар әсер етеді. Артық тамақтану әдетте миға өте зиянды екен. Ол ақыл-ой белсенділігін нашарлатады, зейін мен зейінді шоғырландыру қабілетін нашарлатады, ұйқышылдықты тудырады. Толық тамақтан кейін ұйықтауға бейім болатынын бәріміз білеміз. Ең бастысы, артық тамақтану дұрыс шешім қабылдау қабілетін төмендетеді. Тәбетіңізді бақылаңыз, достар. Тәбетті бақылау ерік жігерді күшейтеді және дұрыс шешім қабылдауды жеңілдетеді. Ал денсаулықты жақсартуға бағытталған шешімдер өз кезегінде сана мен ерік жігерді нығайтады. Дұрыс шешім қабылдаудың тағы бір қажетті шарты білім. Белгілі бір тағамдардың немесе әдеттердің дененің денсаулығына әсер ететін зерттегенде біздің шешімдеріміз ойластырылған болады. Бірақ ақпараттық өзі біздің мінез құлқымызды міндетті түрде өзгертпейді. Мұның қайғылы мысалы темекі шегетін дәрігер. Тек салауатты әдеттерді қалыптастыру үшін білім мен ақпарат қана емес, сонымен қатар дұрыс мотивация қажет. Келісесіз бе? Сондықтан өзіңізге дұрыс мотивация беріңіз. Өйткені мотивация, ұмтылыс енді біздің санамыз бен мінез құлқымызды басқаратын күшті тұтқа. Сіз әрқашан үлкенірек және маңыздырақ нәрсеге мотивация іздеп өзіңізден енді сұрауыңыз керек. Ерік жігердің ең жақсы мотивациялық факторлары денсаулық, отбасы, руханият және жақын адамдардың тағдыры. Ал енді ерік жігердің, енді ерік күштің қалай жаттықтыру керектігі туралы бірнеше тәжірибелі енді практикалық кеңестер. Демек, ерік жігерді дамыту күнделікті дұрыс тәртіпті қалыптастырудың басталады. Ақыр соңында оянғаннан кейін пайда болатын бірінші азғыру төсекте енді рахаттанып біраз жата тұру, солай емес пе? Егер сіз бұл сынақты жеңіп алсаңыз, және одан да жақсысы ояту уақытын енді будильникті 1 сағат бұрынға ауыстырсаңыз, онда әрбір таң алғашқы жеңіспен басталады.
ерік күшті қалыптастырудың тағы бір жақсы әдісі жоспарлауды және жоспарларыңыздың мұқият ұстануды қамтиды. Бұл сондай-ақ әдістердің ішіндегі ең пайдалысы, өйткені мұқият жоспарлау бір нәрсеге қол жеткізудің ретсіз әрекеттеріне қарағанда үлкен жетістікке әкелуі мүмкін. Ерік жігердің дамуы күнделікті жоспар уақытша қалаулармен соқтығысқан сәттен басталады. Таңдаған мақсаты үшін соңғысына немқұрайлы қарай отырып, адам өзінің ерік қасиеттерін күшейте отырып, өз рухын жұмсартады. Спорт ерік күшті қалыптастырудың тағы бір дәлелденген құралы. Тіпті ежелгі грек ойыншылары да спорттың рухты нығайтудағы тиімділігін байқап, жоғары бағалаған. Көптеген атақты философтардың дене бітімі қызғанышқа толы болды. Олардың кейбірі тіпті олимпиада ойындарының жеңімпаздары болыпты. Ерік күшті дамытуда дене жаттығулары тақырыбын жалғастыра отырып, +1 деп атауға болатын өзіндік әдістемені атап өткен жөн. Оның мәні ыңғайлы қарағанда бір артық жүктемені орында болып табылады. Мысалы, сәтсіздікке дейін бір жаттығуды көбірек орындауға тырысыңыз. Шын мәнінде ол дәл бір саны болу міндетті емес. Сіз 100 метрден астам жүгіре аласыз. Планка дейді ғой, планкада 15 секунд ұзағырақ тұра аласыз. Әрине, мұның бәрі ақылмен және сіңірлерді жұртпау үшін жасалу керек. Дұрыс ақылмен енді байқап, бірақ әдетте адам ағзасының резервтері оларды пайдалану ниетінен әлдеқайда күшті. Ерік тек жаттығулар арқылы дамиды. Оны нығайтудың маңызды құрамдас бөлігі моральдық кемелдік болып табылады. Біреуге берілген сөзді орындау сәтсіздікке дейін орындалған жаттығудан кем емес. Өзіне берген сөзді сақтауды үйренген адам дамуға және жетілдіруге мүмкіндіктер ашады. Оған өзін бірдене жасауға мәжбүрлеу, жалқаулығын немесе шешімсіздігін жеңу оңайырақ болады. Ерік күшті дамытуға көмектесетін қызықты әдіс мезгіл-мезгіл азғырлармен өзіңізді сынау. Мысалы, біреу пончиктерден тәтті жақсы көреді, бірақ оны жегісі келмейді. Бұл өнімнен бас тартудың зиянды салдары жоқ. Керісінше, фигураға қатты пайда келеді. Сіз оларды диетадан алып тастай аласыз. Бірақ мінезді күшейту үшін бұл тітіркендіргішті үстелге қойып, оған қол тигізбеу жақсы болар еді. Енді абай болыңыздар, енді Ералаш деген бағдарлама бәрімізге таныс қой. Бір Ералашта бір бала отыр екен, алдында столда сникерс шоколад отыр екен. Жолдасы кеп, не істеп отырсың дейді да. Енді өзім ерік күшімді күшейтіп жатырмын дейді да. Неден дейді? Мына шоколадты жемеу үшін дейді. Сөйтіп қалтасынан басқа шоколадты алып, тура сол секілді сникерсті ашып жеп жатыр да. Сен ерік күшіңді күшейтіп жатыр едің ғой дейді да, досы. Иә, күшейтіп жатыр, мен алдымда шоколадта ерік күшімді күшейтіп жатырмын. Енді түсіндіңіз ғой ойды. Сондағы біреуінің ерік күшті күшейтіп, шыдамдылығын білдіріп, бірақ басқасын жеп жатыр да. Әрине, бұл Ералаш болғанымен өмірде жиі кездеседі бұндай әдетте. Адамдар, мен 6-дан кейін тамақ жемеймін дейді. Мен 7-ден кейін тамақ жеймін дейді да. Әдіс қатыгез болса да, ол ерік жігерді өте тиімді дамытады. Алдындағы техникадан айырмашылығы енді әдістен. Бұл азғырудан құтылуға көмектеседі. Ол туралы жай ғана ойлауды доғар. Мысалы, біреу темекі тартқысы келеді. Егер сіз бұл тілекті елемейтін болсаңыз, оны семішкемен немесе басқа нәрсемен ауыстырсаңыз, онда бұл туралы ойламау әлдеқайда оңай. Бұл әдісті проблемадан құтылу ретінде қабылдаудың қажеті жоқ. Керісінше, бұл ерік жігер шегіне жеткенде тыныс алуға көмектесетін уақытша айла. Бүгін біз сізге ерік жігерді дамытудың бірнеше жолы туралы айттық. Бірақ ең тиімдісі параллельді мүмкіндігінше көп әдістерді қолдану болады. Тіпті бірінен соң бірі көрінетін пайда келеді. Ең бастысы алғашқы нақты нәтижелерден кейін жаттығуларды бірден тастамау. Бірақ күнделікті жаттығуларды жалғастыру. Бұл істе сәттілік тілейміз достар сізге. Әдеттегідей біз сізді келесі жолы күтеміз. Келесі жолға дейін сау, саламатты болыңыздар. Тәні саудың жаны сау.